Жаман орта деп жатқан қандай дос ол? Жаңағыдай күнәға тартатын дос. Негізі дос деп те айтуға болмайды, бірақ олар өздерінше дос деп есептейді бір-бірін. Күнәға тартады. Ойын кетті казиноға ойнаймыз дейді. Ішімдікке, түнгі клубқа, тағы басқа. Көңіл көтереміз дейді. Шаршадық дейді, жұмыстамыз дейді, анау-мынау күнәға тартатын әрбір адамды дос деп айтылмайды негізінде. Бірақ олар өздерінше дос шығар. Бұлар осы достықтармен осылай жүретін болса, қияметте бұлар жаға жыртысы лағанет етеді дейді аятта, Құранда. Ана дос екінші досын айтады екен да, оңбаған саған жолыққаныма мен өкінемін. Сен мен араласқаныма өкінемін. Алланың лағнеті болсын саған. Оңбағансың сен. Сен себепті мен қазір жазалап жатырмын мына жерде. Сен себепті менде проблема болып жатыр. Анау да маған, саған да оңбаған, бір-біріне лағнет. Алла Тағала бұлар екеуіне лағнет етіп тозаққа лақтыртады дейді, екеуінде. Ал екінші дос бар, бір-біріне алғыс айтады дейді қияметте. Ой, бауырым, рахмет саған. Мына өмірде сенімен араласқаныма қуанамын. Қандай өмірім өзгеріп кетті саған, дос болып араласқалы бері. Саған рахмет. Сен жаныңда жүріп мен көп нәрсе үйрендім. Алланың мынау парыздарын түсіндім. Өмірде адамдық миссиямды түсіндім. Соның бәрін сенен көрдім, үйрендім, рахмет деп. Ол да бұған алғыс айтады дейді. Алла екеуіне де разы болады дейді. Екеуін де бірге жәннатқа кіргізеді дейді. Енді жаңағы дос мәселе, дос. Өзіне қажет болып тұрған уақыты бар оның. Өзіне қажет болып тұрған бір жағдайын досына арнайды деді. Нәпсіне қажет болып тұрған сол нығметті досына арнайды. Мысалы айтатын болсақ, жаңа досы шақырды көмекке. Өзіне мына жақта уақыты қажет болып тұрған жағдайын тоқтатады да досына кетеді. Бірақ мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалға жаңа жігіттің анасы, анасына қажет болып тұр, балам келіп кет тез деді. Дәл сол уақытта алдын уәделесіп қойған досына осындай уақытта келесің деп досына бару керек. Таңдауда не мынаға бару керек, не мына жаққа бару керек. Ондай жағдайда қандай болады десе, онда ол анасына барады. Өйткені ананың деңгейі ол жоғары бәрінен. Өйткені Құран кәрімде оның астын сызып тұрып оны жеткізіп кеткен. Аллаға құлшылық қыл да ата-анаңа бойынсын дейді аятта. Алла жанына біздің ата-анамызды қойып қойған. Деңгейін қандай екенін көруге болады да ата-ананың. Сол ата-ана айтқан кезде бәрін тастап кетесің енді. Бірақ мына жақта дос қалай болды десе, ол дос ренжімейді. Шын Құдай үшін араласқан дос, оны бір керемет, ой, сен мені лақтырып кеттің, сен уәдеңде тұрмадың деп ондай ренжімейді. Ал шынайы дос емес болса, ол түсінбейді. Ой, мен саған сенген едім сол жерде. Ой, бұдан кейін сенбеймін саған деп әңгіме айтып тұрады да. Оған айтып анам шақырып қалып ба жақта десе, ол да өтпей жатыр оған. Демек ол дос емес ол. Ол шынайы дос емес, ол уақытша айтып сол бір күн көріс, бір жүрген адам да ол. Ал шынайы дос қанша ол жаңағыдай бір дөрекілік жағдай сияқты көрініп тұратын нәрсе істеп кеткенімен де, шынайы дос оны жаманшылыққа қимайды. Оны не істейді? Оны кешіреді. Жарайды бір досым еркелеуін, міне сондай енді деп, оның арқасын жауып отыратын достар бар. Оның мінезін де біледі. Сондай бір мінезі бар енді, кішкене бір қызбалығы бар енді. Жарайды енді, оны қатты көңіл алмай қойыңыз деп, анан досын жауып отыратын достар бар да, кейде қарасаң. Соны Расулаллах айтып жатыр, шынайы дос осындай болады. Елдің бәрі ой досым деп сөйлейді. Ой, мен мына доспен араласам дейді, басқа дейді. Бірақ солардың ішіндегі шынайы достың бойында мына үш қасиет болады. Осы үш қасиет кімде болса, сіздің шынайы досыңыз сол болады. Қалғандар жай фон, өзінің бір мақсат үшін, бір көздеген мүддесі үшін жүрген болуы мүмкін, жаңында дос болып, уақытша дейді оны. Өзінің сол жететін бір деңгейге жеткенге шейін адам пайдалануы мүмкін. Бірақ сол араласатын достардың ішіндегі шынайы сенің дос деп айта алатын достың бойында мына үш нәрсе болу керек дейді. Ол қандай? Расулаллах айтады, біріншісі сенің айыбыңды айтады ол саған. Қазақ сөйтіп айтқан, мынау дос жылатып айтады дейді. Дұшпан күлдіріп айтады дейді. Демек кейде достар ренжиді бір-біріне. Ой, сен бетім айттың ғой дейді. Оған ренжімеу керек. Расулаллах айтады, нағыз достың ішіндегі ең шынайы дос сол саған дейді. Насихат біреу саған айтса, өзіңе жеке, досым, мен сен өзіңе айтайын жүр. Өйткені ол өзіндегі жақсы нәрсені ол саған тілейді. Сенің көре алмай жатқан айыбыңды ол досың көріп тұрады да. Өзіңе насихат айтқан досқа ренжімеу керек. Бәлкім оның астын сызып қою керек, менің шынайы досым осы екен ғой деп.
3 күнге шейін жарайды аразасы бір сөзге келіп қалған болса, сөйлеспей қойса болады. 3 күнге шейін шариғат рұқсат береді. Күнә жазылмайды екеуіне де, амандаспайды, телефон шалмайды бір-бірін. Бірақ бұның уақыты мерзімі 3-ақ күн. 3 күннен кейін екеуіне де күнә болып есептеледі егер араласпай қойса. 3 күн біткеннен кейін екеуінің қайсысы бірінші сөйлесе, онда Расул айтады, сол сөйлегені анау екіншіге қарағанда хайырлы адам екен дейді. Телефон шалып, телефон көтермесе іздеп бар, демесе қазір күнде WhatsApp-пен сообщение жазып жіберді, парақшасына. Бауырым, бір ашуыңды бер енді, қатты кетпейік. Деп кім бірінші осындай қадам жасайды, соны Расул мақтап жатыр. Хайырлы адам екен дейді. Бірақ нәпсі құрыр, кейде адамдар нәпсі жібермеуі мүмкін бұл нәрсеге. 3 күннен асып жатыр екеуі. Енді екеуі де күнәһар. Шариғатта екеуіне де күнә жазылып жатыр. Сенікі дұрыс емес деген әңгіме жоқ. Екеуіне де күнә жазылып жатыр. Сол жағдайда енді Алла Тағала айтып жатыр, енді екеуін жарастыратын ортаға адамдар килігіңдер, кіріңдер деп жатыр ортаға. Мен қатысым жоқ енді. Өздері қарасын енді. Басы бар ғой екеуінде, ойланбай ма? Ересек адамдар ғой, бала емес қой деп қолыңды сілтеме дейді Алла. Бұл нәрсені мысалы неге қазір күнде жарайды екі мұсылман арасында немесе ерлі-зайыптыларға да қолдансақ болады. Бұл аят жалпылама айтып жатыр. Ерлі-зайыптылар қатты кетіп жатыр. Сөзі үшінші тараптағы адамдар ортаға келу керек енді. Қоғышы барлығы сондай Құдай сақтасын, ертең ақыретте бір-бірінен қашатын емес, іздейтін досқа айналыңыздар Құдай қаласа. Іздейтін досқа. Кәдімгі бір-бірлеріңді жігерлендіріңдер де. Бауырым, кеттік намазға. 5 намазын оқыдың ба, ақшамды оқып жүрсің ба, точно ма? Таң намазы ұйықтап қалатқан жоқсың ба деп оятыңдар бір-бірлеріңді звондап. Құдай үшін да. Егер сөйтіп істеп жүрген болсыңдар, онда шын Алла үшін досыңдар. Егер тек қана бір мансап үшін, дүние үшін, бір атақ үшін жүрген болса, онда араласпай қойды жектер, ашық айтайын. Бір-бірің араласпаңдар. Ондай достар ертең қияметте Алланың алдында жаға жыртысып қырылысады Алланың алдында дейді. Оңбаға, мен саған еремде наша шегіп кеттім, оңбағансың сен. Саған еремде карта ойнап кеткен, білесің ба? Сен себепті қатымен айырылысып кеткен мен. Деп олар бір-бірін балағатта боқтайды дейді аятта. Сөзі Алла Тағала ол екеуіне лағнат етіп екен тозаққа лақтырды деп айтады дейді. Сонда достардың шаруасы сонымен аяқталды. Сонда Расул айтады, достың ең хайырлысы ақыретті еске алатын дос деп айтқан. Ол сондай достық қана ізде сен өзіңе. Қалған бәрі өтірік дос емес ол. Да? Бетеп қара. Алла Расулды жақсы көре ме? Вот соны дос қылыңдар өздеріңе. Сонымен аралас бар. Ұнамаса да ұнат өзіңе. Шақыр, аралас, сыйлық бер, бауырым араласайық, машалла. Байқаймын сен Расулды жақсы көреді екенсің. Мен де Расулды жақсы көремін. Деп сол ортаға сіңсең, иншалла онда ол ең хайырлы орта деп айтқанда пайғамбар алейхиссалам.